Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам яхтамилу мин ажли саадатиха, әйелдерінің қуануына қатты мән беретін болған. Қай уақыттарда қуанады, қай уақыттарда не сыйласам болады оларға, қандай бір жағдайларда оларға қандай сөздер ұнайды, қандай сөздер ұнамайды, сырттағы, мысалы қоғамдағы саяси алып баратын дүние қандай болса, үйдегі әйелдерінің де жағдайларына солай не істеген мән беріп отырған. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуға «Я Абу Бакр, фа иннаха айяму идин» деп, өзінің, мәселен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бірде өзінің жаңағыда айт күні үйде отырады. Үйде отырған кезде Айша радиаллаху анха, мысалы екі кішкентай күн қызбен Айша радиаллаху анха барлығы отырып өлең айтып жатқан болады. Өздерінің өлеңдері түрлі-түрлі, мәселен шиәрлер болады ғой, мәселен. Сондай өлең айтып жатқан болады. Айша радиаллаху анха жаңа екі кішкентай қыз. Сөйтеді тағыны пайғамбар салсам аналарға қарамастан үстіндегі киімін басына жамылып алып бір шетте жатқан болады. Сол кезде үйге кім келеді? Абу Бакр радиаллаху анху кіріп келіп қалады. Енді Абу Бакр Айшаның әкесі болғаннан кейін үйге кіріп келіп жатыр. Міне сол кіргеннен кейін анау жаңағыдай Айша аналардың істеп жатқан өлең айтып жатыр пайғамбарымыздың алдында. Мынау жұмыстарың не? Пайғамбардың алдында қандай өлең айтып жатсыңдар деп ұрысқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жаңа бетін ашып, «Я Абу Бакр, Абу Бакр, бұл айт күні ғой, тиіспе оларға» деп не қылған дейді? Оларға қайтармаған дейді. Бұл айт күні, бұл қуаныш күні, қуанып жатыр, ешқандай бір не жоқ, оқасы жоқ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам міне сол Айша аналарымыздың жаңағыдай жұбайларының бір қуанышты күнде қуанып шаттанып отыруға әйелдер өздері жиналып, мәселен өлеңдері бар, өздерінің арасында айтатын дүниелері бар. Әлбетте харам нәрселер емес, халал нәрселерден болған кез келген нәрсені отырып қуанышты отыратын болса, пайғамбарымыз саллаллаху оған не берген дейді? Оған рұқсат берген дейді. Мысалы, момын мұсылманның тойы дейді. Мәселен, момын мұсылман тойы қандай болады? Еркектер бөлек болады, әйелдер бөлек болады. Еркектер жақта не болады? Еркектер жақта күрес болады, арқан тартыс болады, арпалыс болады, гер көтеру болады, жаңағыдай сондай ойындармен еркектер той өткізеді. Әйелдер жақта не болады? Әйелдер жақта өздерінің өлеңдері болады, өздерінің әндері болады, өздерінің билері болады өз араларында. Онда тұрған ешқандай проблема жоқ. Яғни тек қана әйелдер өздері той жасаған кезде өздері жиналып, ол жерде өлең айтса, өздері жиналып ол жерде билесе, өздері жиналып тек қана әйелдер кездерінде түрлі-түрлі жаңағыдай киімдер киіп алса, ешқандай еркек кірмеу шартымен шариғат оған ешқандай тыйым салмайды. Бірақ ол жерге не араласып кетпеу керек? Ер кісілер араласып кетпеу керек. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда бұл Айша радиаллаху анха және сол айт күні екі күннің өлең айтып жатқан кезінде Абу Бакр келіп пайғамбардың алдында да осындай нәрсе істеп жатсыңдар ма дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр бұл айт күні ғой деп не қылған екен? Тыйған екен. Тағы да бір хадис Айша радиаллаху анха айтады, бірде мешітке мынау Хабашстан дейді ғой, Хабашстан эфиопиялық жаңағыдай қара тәнді жауынгер халық өздерінің билері болады, анау қолдарына найзаны алып алып жаңағыдай бүйтіп соғыс билері болады ғой. Сондай биді мешіттің алаңында сондай би істеп жатқан болады. Сонда Айша радиаллаху анха жаңа бүйтіп сол үйдің шетінен қарап сол жаңа билер билеп жатқан жаңағыдай түрлі-түрлі жаңа соғыс биін көрсетіп жатқан эфиопиялықтарға қарап тұрған болады мешіттің жанындағы. Фазажарахум Омар радиаллаху анху. Сонда Омар радиаллаху анху не қылады? Оларды ұрсып береді. Не істеп жатсыңдар? Қойыңдар деген сияқты. Сонда пайғамбарымыз не дейді? Дa'хум амнан бани арфадата деп, яғни минал амни, қой оларды. Сол жаңағыда бану арфадаға тыныштық бер деген сияқты сол жердегі жасалып жатқан айт күні, сондай мереке күнінде жасалынатын сондай бір, мәселен, халықтың өзінің өнерін көрсететін керемет бір дүниелер болатын болса, әлбетте ішінде харам нәрселер жоқ. Сол нәрселерді істеуден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған не береді? Рұқсат береді. Ал Айша анамыздың да сол нәрсені көріп тұруына пайғамбарымыз саллаллаху не береді оғанда? Оғанда не істемейді? Ұрыспаған екен. Ондай болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің жұбайлары қуантатын нәрселерге де не істеген? Мән берген. Жұбайлары не нәрсеге қуанады, не нәрсеге, қай уақытта олардың қуанышты күндері бар. Мәселен айттар болады, Рамазан айлары болады, 2 айт бар, Рамазан айы бар, одан кейін жаңағыдай неміз бар, жұма күніміз бар, бейсенбі күніміз бар деген сияқты. Ол қуанышты күндер болатын болса, әйел кісілерге жаңағыдай
түрлі көңілдерін көтеретін, қуантатын нәрсені жасап берудің өзі де не? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінен болады екен. Әлбетте енді пайғамбар анау жаңағыдай әйелдерді қуанту керек екен деп алып, жаңағыдай 1001 гүл, миллион теңгелік анау, миллион теңгелік мынау емес, бәлкім шариғи шеңберге сай жақсы сол әйелдің көңіл күйін көтеретін кішігірім дүниелер болатын болса, шариғатымыз оған тыйым салмайды. Ал енді жаңағыдай шеттен шығып кететін, әр жұма сайын маған мынандай нәрсе қылып беру керексің, әр жұма сайын мына нәрсені істеп бересің деген сияқты нәрселер, ол не? Ысырапкершілік болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай үлкен нәрселерді мейлінше кедей-кепшіктерге жасаған. Мейлінше кедей-кепшіктерді қуант, жұбайыңмен бірге сол кедей-кепшіктерді сол кететін қаржымен қуант. Иншалла ол бір сен үшін де, сенің ақыретің үшін де не болады? Жақсылық болады екен.